Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Қоян жылы 2023 жыл қандай болады? Барыс жылы адамдарға көп деген уайым әкелді. Ол тығылып жатқандай болып, кейін күтпеген жерден бұрыштан секіріп шығып, барлық адамды өзінің өткірлігімен және ашуымен таңғалдырды. Әрине, бұл жылы қуанышты жаңалықтар да көп болды. Өткен жылға өкпе жоқ. Алайда жыртқыш аң жылымен қоштастық. Енді қоян жылы келді. Қоян жылы жайлы қызықты фактілерді айта кетемін. Қоян әдетте қорқақ жануар болып саналады. Алайда ол негізгі жасырын батылдыққа ие. Қажет кезде ол өз өмірі үшін күреседі. Қоян отбасыға ұқыпты және жақсы орындаушы жануар болып саналады. Сондықтан бұл жылы отбасылық істер жайлы ойлану ұсынылады. Қоян өз тоңын жақсы көретіндіктен және отырықшы өмір салтын ұстанатындықтан бұл жылы тұрғын үй сұрақтары оңай шешілетін болады. Батыл ипотека алуға, үйді ауыстыруға, немесе арманыңыздағы қалаға көшуге болады. Қоян тату жануар. Бұл жылы ескі достық байланыстар жаңаруы және жаңа таныстар пайда болуы мүмкін. Құрметті менің оқырмандарым, қазақ елі, сіздерді жаңа 2023 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге келіп жеткен 2023 жаңа жылда жағымды жаңалықтар мен толағай табыс тілеймін. Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыңызға баянды бақыт пен бақ-береке келсін. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.